Хайт. Қараңыздар достар, бізде Flex, бүгінгі біз өткен сабақ Flex деп өттік. Flex ол бізде бұл CSS фреймворк деп атайды, CSS инструмент. Оның қолдану үшін, бірінші нәрсе істейтін ол сіздер HTML структураны түзеп алыңыздар. Бірінші істейтін нәрсе HTML структурамызды түзеп аламыз, қарасаңыздар, бізде мысал ретінде Flex екі терминнен тұрады. Flex контейнер деген бар және Flex элемент деген бар, Мысал ретінде біз қорапты келтірген болатынбыз, бокс дедік, қорап. Так, мына жерде бізде қораптың ішінде, немесе бүйтіп алайық, контейнер депті. Контейнер, және мына жерде бокс деген сөз, қорап деген сөз. Так, ставить, мына жерге екіншісіне ставить. Және қарасаңыздар, бокс 1, бокс 2, бокс 3, міне біз осылай өзіміздің ең бірінші істеу керек нәрсе, біз өзіміздің структурамызды түзеп алуымыз, HTML структурамызды түзеп алуымыз. Екінші нәрсе, бізде мына жерде CSS қосу керекпіз. Біз қосамыз міндетті түрде. Мына жерде стайлды қояйық. Енді біз не істейін деп жатырмыз? Біз қораптарды қазір мен визуал тұрғыда көретін болсам, ештеңке болмайды. Тек қана бокс 1, бокс 2, бокс 3 дегенді көреміз, Енді әдемілік үшін кішкене мынандай нәрсе істеп қояйық, достар. Мысал ретінде бізде былай болсын, бокс дегенге біз өлшемдер берейік, 100 пиксель, және оның биіктігі 100 пиксель болсын. Және background color мысал ретінде мынандай бір так, мына цвет көрейікші. Тексеретін болсаңыздар осындай болады, кішкене енді бордер беріп қойсақ болады. Жалпы көру үшін өлшемді. Солид тексереміз, Міне біздің енді контейнер ішінде үш элемент бар. Енді біз айттық, осы үш элементті мен жылжытқым келеді, Мысал ретінде бұл, мына қарасаңыздар, бастапқы күйі барлығы қатар болып, то есть қарасаңыздар, дифтің несі табиғаты айттық. Диф ол толық нені алады дедік, достар, бір қатарды алады дедік, қарасаңыздар, бір қатарды өзі алып жатыр. Енді мен айтқым келіп тұр, бір қатарда үш элемент орналассын дедім. Бір қатарда үш элемент орналассын. Ол үшін біз, достар, мына жерге үстіне контейнер дегенге display flex дейміз. Болды, жеткілікті. Қарасаңыздар, барлығы бір қатарға орналасты. Біз табиғатын өзгертіп жібердік. Бұл алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Енді мен айтқым келіп тұр, элементтерді мысал ретінде оларды тура ортаға орналасқым келіп тұр. Мына үш элементті мына қатар бойынша ортаға орналасқым келіп тұр. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін justify деген нәрсемен танысасыздар. Justify content дейсіздер, center десеңіздер, center деген орта. Сонда біздің мына бір элементтер ортаға орналасады. Қазір мына контейнердің жалпы өлшемін көру үшін, достар, біз мына жерге бордер болып қояйық. Бордер 1 пиксель болсын. Мынандай бір нен беріп қояйық тоже. Қарасаңыз, кішкене әдемі нөл берейікші, анық көріну үшін. Қарасаңыздар, достар, міне біздің контейнердің жалпы несі, қараңыздар, өлшемі ол толық экранды алып тұр, толық қатарды алып тұр. Ені оны мынаған тәуелді болып тұр, ішінде элементке тәуелді тұр. Енді мына үш қорапты біз ортаға жылжыттық, Енді мен оны оң жаққа жылжытқым келетін болса, немесе сол жаққа жылжытқым келсе, қалай істеймін? Барлық мына жерде осы ережеде жазылады. Justify content дейсіздер. Мына жерге қарайтатын болсаңыздар, бірнеше мәні бар, мысал ретінде старт десеңіздер, ол старт деген басы деген сөз ғой. Ол мына сол жақтан бастайды. Және оған қарамағысы end деп аталады. Оң жаққа жылжу деген сөз, ұмытылмайсыз ғой. Сонда біздің элементтер оң жаққа орналасады. Енді мен айтқым келіп тұр, мынау жалпы мына направление қатар бойынша деп аталады. Оны по умолчанию болады. Мысал ретінде flex direction row. Мына өзі таки дефолттан тұратын мәні жазбасаңыздар да болады. Қарасаңыздар, біздің қораптар қатар бойынша орналасты. Енді баған бойынша орналассын деп жатырмын. Баған бойынша орналассын деп жатырмын да. Ол үшін, достар, мына row деген мәнді өзгерту керек. Колумн деген баған ғой. Бағанға өзгерді барлығы, бағанға өзгерді. Осының барлығы қораптарды жылжыту арқылы, достар, біз не істейміз? Осындай қиын күрделі макеттерді жасап үйренеміз, Және де бір нәрсе бар, мына жерде үйренетін gap деп аталады. Gap деген нәрсе, ол қарасаңыздар отступ деп аталады. Ағылшын тілінде отступ, немесе бос орынды gap деп атайды. Бос орынды gap деп атайды. 10 пиксель деп қояйын. Қарасаңыздар, мынаның арасынан енді сіздер маржин жазып керегі жоқ, қараңдар. Өздері пайда болды, өзі пайда болды. Біз ешқандай маржин жазған жоқпыз. Міне көз жеткізейік. Қараңыздар, достар.
Так, мынаны былай қойайын, мобильный версияны алып тастайын. Қарасаңыздар достар, біз ешқандай да не, былай қараса мына араларында біз ешқандай маржин жазған жоқпыз мына жерде. Мына жерді қараңыздар, ешқандай міне маржин жазған жоқпыз. Жаңағы gap деген ереже арқылы, мына ішіне жазылған gap деген ереже арқылы алып тастаймын, иә, жабысып қалады. Біз араларына бос орын қойдық, иә. Бұл тек қана флексқа қатысты достар. Бұл флекс пен gap деген ережені флекске және grid деген біздің фреймворкқа қолдана аласыздар, иә. Тиісті инструменттерге ғана қолдана аласыздар біз. Бұл флексқа біз енді қараңыздар, біз бағыттарын өзгертіп жатырмыз, иә. Біз жаңа қатар бойынша, енді баған бойынша дедік. Енді одан қоса біз қатардың басында тұрсын дедік, қатардың ортасында тұрсын дедік, немесе қатардың оң жағында тұрсын дедік, иә, соңында немесе. Енді мен қазір бір қорапты алайын, иә. Мен бір қорапты дәл ортаға орналасқым келіп тұр. Дәл ортаға орналасқым келіп тұр да. Осы айталық. Так, былай істейік. Мына бір ғана қорап қалдырып қояйын. Мына қорапты мен қарасаңыздар, так, былай істейін. Кішкене хейт беріп қояйын мынаған. Визуалды көріну үшін 500 пиксель деп қояйын. Міне біздің қорап енді астына кетіп қалды. Мен мына қорапты мына жерге орналасып келіп тұр. Тура ортасына орналасып келіп тұр. Ол үшін достар, мына жерде justify content дейміз, бізде center дейміз. Так, бізде барлығы ортаға орналасты. Қатар бойынша бізде так, бізде flex, мынаны алып тастайын. Қарасаңыздар, бізде қатар бойынша деді барлығы. Енді ол ортаға орналасты қатар бойынша. Енді мен айтамын, мына бір берілген ата контейнерді баған бойынша ортаға орналастыр. Баған бойынша ортаға орналастыр. Ол үшін бізде арнайы ереже бар. Мынау қатар бойынша болатын болса, горизонтальный болатын болса, мынау вертикальный орталады. Align items center дейміз. Мұнда біздің қорап дәл ортаға орналасады. Мына горизонтальный орта жақтан және вертикальный ортаға орналасады. Так, бұл флексқа қатысты тақырып. Так, ол мына тақырып бізде. Так, қазір алып тастайын. Контейнер элементтер таныстық, орналастыру. Так, біз мына жерге міне вертикаль немесе горизонталь орналастыру осы сабақ. Оны жеке танысып шығасыздар. Өлшемін тең бөлу дейді. Мына сабақ қызық тоже. Так, мынаны көресіздер қазір. Қараңыздар достар. Енді мен айтқым келіп тұр, иә. Менде қайта 3 контейнер алып келейін. Так, 3 контейнерді алып келейін қайтадан. Бізде 3 контейнер бар тағы да. Үшеу ортада бастапқы күйге қойып қояйын. Так, бізге мынау керек емес. Мынау да керек емес деп айтайын. Қарасаңыздар, бастапқы орналасқан осылай, және мынау арасында бос орналаспайды. Енді мен айтқым келіп тұр да, мына неге, мына контейнерге қажет емес бізге. Қараңыздар достар, мен айтқым келіп тұр, иә. Енді мен мына қатарды, мына үлкен нені 3-ке бөлгім келіп тұр да. Жалпы мына қораптар мына ұзындықты тең бөліп алсын, иә. Біз ол үшін не істейміз? Біз мынаны әрқайсысы, то есть ровно 3-ке мына контейнердің ұзындығын 3-ке бөлу керекпіз, иә. Сонда әрқайсы элементтің ұзындығы болады. Қарасаңыздар, мына бокс 1, біз мына бұрын біз width деген қолданған болатынбыз, иә. Width 33% дейтін болсақ, мысалы көрсетейін сіздерге. Мысалы қарасаңыздар достар, мына боксқа біз width 33% дейтін болсақ, иә, барлығын тең бөліп алады. Мына контейнерда берілген ұзындықты тең өздеріне бөліп алады. Біз өзіміз қолмен жазған жоқпыз да, қарасаңыздар, иә. Біз қолмен 469 пиксель деп жазған жоқпыз. Біз мына өз процентпен бергеннен кейін ол өзі мына 100-ді 3-ке бөледі да, әрқайсысы 33%-ке тең болады, иә достар. Бұл осылай жасақ болады, иә. Әрине бұл былай өзгертетін болсақ, бұл адаптивно келатыр тақырып, мынаның несі өлшемі өзгереді. Қарасаңыздар, 427. Мен былай кішірейте берген сайын мынаның өлшемі кішірей береді, сәйкесінше 388 болып қалды енді. Бұл бір жол, біз білетін жол. То есть біз білетін уже екі жол. Біріншісі қолмен жазу, пиксельде, иә, 470 деп жазу. Ол кезде мысал ретінде не болады, иә, әрқайсыны өйтіп жазатын болсаңыздар, сіз мына адаптивканы жасай алмай қаласыз. Жақсы дедік. Енді мен процентпен жасайын дедім. Міне процентпен жазатын болсаңыз адаптивіңіз келді. Енді үшінші тәсіл бар екен. Егер сіз флекс әлемінде болсаңыз, яғни мынау уже флекстің ішінде, яғни флекстің әлемі, онда біз мынандай нәрсені қолданады екенбіз, иә. Контейнерге достар, мына жерге flex дейміз, және 1 деп жазатын болса, және мына боксты алып тастайын, иә. Мына, то есть кешірім сұраймын, қазір бүйтейін. Width мына жерге жаздым екен.
жасаған жоқпын иә. Мынаны алып тастайын, бірінші мына екеуін, өйткені керек емес, біз оны автоматты түрде береміз деп отырмыз. Тек қана хейтті қалдырсақ болады. Енді ұзындығын өзі есептеу керек та. Ол үшін біз flex бір десек барлығын үшке бөледі. Қараңыздар. Сонда бізде, мынаны былай қойын. Сонда бізде қарасаңыздар, біз with, так, мына жерге қойын. Мынаны апай десем, кетіп қалды. Так, міне қараңыздар достар. Бізде яғни енін бердік, ені 100 пиксель дедік, міне көрініп тұр 100 пиксель. Енді мына 471 қайдан шықты? Біз оны жазған жоқпыз. Міне мына ережені flex деп жазғаннан кейін, достар, flex деп жазғаннан кейін, бір деп жазғаннан кейін, сонда мына ішіндегі орналасқан әрбір балалары, былай айтқанда балалары ұзындықты тең бөліп алады, иә. Мысал ретінде, мынаның ұзындығы қанша? 1420 болатын болса, 3 бала болатын болса, сонда 1420 бөлінген ой құдай, ох, мен компьютерім жайып қалды ғой. Достар, мен естіледі ме дасын? Міне естіліп тұр нормально. 1420 бөлінген 3 деме. Сонда 473 болады. 473-те қарасаңыздар 471 берді. Өйткені бізде мына жерде сыртында не бар? Маржин бар алатын. Ол үшін мына жерде былай есептейік. Маржин 0 дейтін болсақ, тексеріп көрейік. Сонда бізде барлығы дұрыс болып шығады, достар, иә. Демек, так, 1436, точнее 1436 бөлінген 3 деймін. Сонда 478 дейді. Бізде бордер бар екен ғой, достар. Біз бордерді есептемедік қой. Мынаны алып тастасақ, сонда 478-де қанша? 666. Мін барлық шығып тұр, иә, қарасаңыздар. Демек, біз толық бөліп алдық, толық бөліп алдық 3-ке. Ешқандайдың жазудың қажеті жоқ. Бұның flex дегеннің күшті, бұның айтқанда құдіретін сіздер уже былай адаптивный верстка жасаған кезде сезінесіздер. Әрдайым былай жазып отырмайсыздар ғой. Мысалы, адам компьютермен кіретін болса, немесе телефонмен кіретін болса, мынандай қолмен жазып отырмаймыз біз көбіне, достар, мындай пиксельмен. Біз көбіне осындай flex деген қолданамыз. Ары қарай браузердің ұзындығына байланысты ол өзі қойып тастайды. Так, болды, достар. Осы сабақ бүгінге. Сұрақ жауап бар ма? Guys, do you have questions, деймін ба? Жоқ, Сұрақ жоқ па? қайталап Супер, қайталап алыңыздар, сабақтардың барлығы тұр. Негізі оңай, достар. Негізі оңай. Сосын біз осы нені жасап болғаннан кейін, біз мына жақта тест болады. Мынаны өтіңіздер тоже міндетті түрде. Біз уже мына жерде немен танысамыз? Сайт портфолиода. Осыны жасаймыз. Портфолиомызды уже осы бұйырса среда күні жасаймыз, иә? Сұрақ болмаса тамам, достар. Қуаныштың барлық түсінікті отқанға. Мен қазір сабақты ашып қоямын, достар, сау болыңдар онда, иә? Сұрақ қалмаса. Сау болыңыздар. Осы среда кездесеміз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.